Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен сковородкада тауықтың төсетінен шашлык жасаймыз. Ең бірінші видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырауша басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Мен тауықтың төсетін осындай бөліктерге кесіп алдым. Енді оны бірінші маринадтап аламыз. Бірінші соевый соус қосамыз. Сосын кетчуп қосамыз. Менде кетчуп шашлыққа арналған кетчуп. Сосын үстіне бал қосамыз. Енді чеснок қосамыз. Сосын дәміне қарай тұз қосамыз да араластырамыз. Сонымен достар, мен жақсылап араластырып алдым. Енді оны мариновать ету үшін 1 сағатқа қақпағын жауып қойып қоямыз. Сіздер түнге қойып қойсаңыздар да болады. Сонымен достар, мен тауығым 1 сағаттай тұрды. Енді оны осындай ағаш таяқшаларға салып шығамыз. Мінекей достар, осылайша бәрін салып алдым. Енді біз тауықтарымызды тавада қуыратын боламыз. Достар, мінекей мен қызып тұрған табаға кішкене май құйдым. Енді оған осы тауықтарымызды салып отырып қуырамыз. Әр шетін 2-3 минуттай қуырамыз. Астына көп май құюдың керегі жоқ. Орташа отта пісіреміз. Үстіп айналдыра отырып қуырамыз. Сонымен достар, біздің шашлык дайын. Әрине маңғалға піскенде болмайды, бірақ дәмі өте күшті, сочный. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңырау басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше астамды болсын, сау болыңыздар.